Сәлем, сәлем, достар. Так, жалпы оқушылар, бүгін мен өзімнің өзекті тақырыбым ретінде осы генетика тақырыбын алып отырмын. Генетиканың ішінде де осы именно вирустар генетикасын арнайы бір өзекті тақырып ретінде алып отырмын. Мұқият тыңдауды кеңес берер едім. Өйткені генетика тақырыбы өздеріңіз білетіндей өте көптеген оқушыларға өте қиын, сонымен қатар түсінілуі өте оңай емес тақырыптардың бірі болып табылады. Соны бүгінгі сабақта оңай жолмен, оңай сөзбен, өзіміздің үйренген сөздерімізбен барынша үйретуге тырысамын. Так, жалпы ең бірінші мен осы вирустар генетикасы болғаннан соң вирустардың өзіне тоқталып келген болатын. Вирустар деген не, иә? Вирустар негізінен жасушасыз құрылымды ағза немесе организм, болып табылады. Вирустар негізінен өте майда, өте тіптен көзге көрінбейді, микроскоптың өзімен зорға көрінетін түрлері де кездеседі. Микроскоптың ішінде де біз электрон табыламыз. Жалпы осы вирустар, осы пішіндері, өлшемдері, оның бүткілнікі бірдей бола бермейді, әртүрлі болып келеді. Жалпы олардың ұзындығы кейде ең минималды, ең кішкене түрі 20 нанометрден бастап отырса, ал ең барады екен. Оның ол мөлшемдері, пішіндеріне қарай осы вирустар көбінесе ұсақ, орташа, ірі деп бөледі. Жалпы, сонымен қатар осы вирустарда олардың негізінен сыртқы түрлеріне қарай әртүрлі пішіндері болады, Мысалы, қалай айтсақ, вирустардың түрлеріне келіп тоқталатын болсақ, аденовирустар, мысалы, міне торша тәрізді, кейбіреулері жіпше тәрізді, немесе кейбіреулері оралған спираль тәрізді, немесе біреулері шар, таяқша тәрізді түрлері де кездесетін болып табылады. Жалпы оны ең алғаш кім ашқан, Оны қайдан табылды, оны қашан табылды деген сияқты сұрақтар көптеп осы тест сұрақтарында кездесіп отырады. 1892 жылы бүткіліне әйгілі бұл сұрақ негізінен Ивановский, ұмытпаймыз, Ивановский осы бір көзге көрінбейтін бір кішкене затты осы темекі теңбіліне шалдыққан, сондай ауруға шалдыққан белгілі бір организмнен тапқан болатын. Соны олар вирустар екен ол кезде білмеген, алайда сонан соң оған арнайы осы вирус деген, деген атауды берген болып табылады. Так, мұнда жалпы слайдта барлығы анық көрсетілген, жыл-жылымен көрсетілген. Осы одан соң ірі қара малда осы яшур ауруының себепкері вирустар екендігін осы Леффер 1897 жылы зерттеп таба бастаған екен. Кейіннен ең бірінші айтатын нәрсеміз бактериофаг, бактерияларда кездесетін вирустарды не дейміз? Бактериофагтар деп атаймыз, Яғни осы бактериялардың несін, олардың сыртқы қалдықтарын ертіп жіберіп, бактериялардың өздеріне де белгілі бір зауқын келтіретін осы вирустарды бактериофагтар деп атаймыз арнайы атаумен. Оны ең алғаш 1898 жылы Гамалея, яғни орыс микробиологы тапқан болатын. Так, сонан соң
Жалпы міне мұнда көрсетілген вирустардың пішіндері әртүрлілігі. Мысалы, соның ішінде таяқша тәрізді түрлері, шар тәрізді, оқ тәрізді, сиралы түрлері немесе көп қырлы түрлері міне мұнда. Көп қырлы немесе торша тәрізді деп те атайды. Одан соң, жалпы енді вирустардың құрылысына келетін болсақ, вирустар көбінесе осы арнайы вирустық бөлшектерден тұратын болып табылады. Вирустық бөлшек дегеніміз осы нуклеин қышқылдарының бір клеткасынан екінші бір клеткаға осы тасымалдануға өте қабілетті, сондай қабілеттілігі бар құрылым белгілі бір бөлшегі немесе белгілі бір бөлігі болып табылады. Сонымен қатар олар вирион деп аталатын арнайы бөлшектерден де тұрады. Вирион бұл осы вирустардың ішінде арнайы бір жеке бір бүтін зат, бір бүтін бөлшек ретінде қарастыра аламыз. Онан соң, сонымен қатар вирустар капсид деп аталатын заттан да тұрады. Капсид дегеніміз бұл не? Ол нуклеин қышқылы, нуклеин қышқылымен комплекс түсетін немесе бірігетін деп атайды. Белоктық қапшық болып табылады. Яғни белок пен нуклеин қышқылының қосылысы нәтижесінде түзілген қапшық. Басқаша атағанда. Келесі нуклеокапсид. Нуклеокапсид бұл нуклеин қышқылы мен белоктан тұратын комплекс болып табылады. Нуклеокапсид ол комплекс болса, а капсид олардың сыртын қаптайтын қапшық ретінде қарастырылады. Ал енді қараңыздар, осы вирустарды құрылысын жаңа атап кеттік. Вирион, капсид, нуклеокапсидтен немесе вирустық бөлшектен тұрады деп атасақ, енді олардың құрылымына қарай оларды жай құрылымды, келесі күрделі құрылымды деп екіге бөлеміз. Жай құрылымды деген, яғни осы жаңағы айтып отырған нуклеокапсид бар ғой, сол нуклеокапсидтің сыртында тағы бір қосымша қабат болмайтын болса, онда ол жай ғана вирустар болып табылады. Жай құрылымды вирустар болып табылады. Ал енді нуклеокапсидтің одан да сыртын қосымша қабық, суперкапсид деп аталатын қабат қаптап тұратын болса, онда ол күрделі құрылымды вирустар болып табылады екен. Мұнда көрсетілген слайдта, жай құрылымдыға темекі теңбілі көрсетілген, сел вирусы көрсетілген, аденовирустар көрсетілген. Бұның барлық тесттерде ең көп келетін сұрақтардың, ең өзекті сұрақтардың бірі болып табылады. Сонымен қатар келесі, вот біздің ең қызықты жеріне келетін болдық. Вирустар генома. Вирустар генома негізінен қалай? Геном деген бұл жалпы осы гендердің жиынтығы болып табылады. Ал енді осы гендер нелерден тұрады, гендер, то есть хромосома ДНК-дан тұрады, а ДНК гендерден тұратын болып табылады. Ал енді қараңыздар, жалпы осы вирустар генома дегеніміз ол көбінесе екі тізбекті ДНК-дан немесе бір ғана тізбекті РНК-дан тұратын болып табылады. Ойлап қалмаңыздар, тек осы екеуінен екі тізбекті ДНК-дан және бір тізбекті РНК-дан тұратын болып табылады. Екеуі бірге кездеспейді. Келесі, мынадай, келесі бұл слайдтан нені түсінеміз, жалпы вирустар гені көбінесе немесе генома, генетикасы деп те атасақ болады. 3-4 қана ген болады. Ал ең үлкені немесе ең ірісі деп аталатын түрлерінде 150-ге жуық гендер бар болып табылатын екен. Ол әрбір геннің әртүрлі несі, ол әрбір генде әртүрлі нелер сақталады, ақпараттар сақталатын болып табылады. Келесі, жалпы енді вирустар генетикасы немесе олардың гені, көбінесе олардың қасиеттеріне келіп тоқталатын болсақ. Олар генетикасы біріншіден жылуға төзімді,
торша өсіндісінде өсуі, олардың өзгерте алу қабілеттері бар. Немесе нелерге, қоректік ортаға басқа заттардың қосылуына байланысты түрлерде кездесетін болып табылады. Немесе химиялық заттарға төзімділігі, лабораториялық заттарға, яғни мысалы лабораторияға белгілі бір малдың немесе басқа бір тауықтардың жұмыртқасын, балапандарын алып келіп, олардың құрамында, яғни олардың жасушаларында вирус болатын болса, сол вирустарды зерттеу өте ыңғайлы екен. Өйткені олар қалай? Вирустар өте аз геннен тұрады. Жаңа айттық қой, гендерінің саны 3-4 минимум, ал максимум 150. Сондықтан олар өте ыңғайлы вирустарда генетикалық кодтар бар болып табылады. Так, келесі. Жалпы мына таблицада осы генетикалық олардың алуан түрлілігі көрсетілген. Онан соң қараңыздар, жаңа айттым ғой, вирустардан екі тізбекті ДНК-лы вирустар, ДНК-лы гендер кездеседі, болады деп, яғни олар екі жіпті болып табылады, және сызықшалы сақиналы ДНК-лардан тұрады, Ал енді кейіннен келе осы зерттеуші ғалымдардың арнайы жұмыстарында көрсетілгендей, адамдар мен жануарлар вирустарының ДНК-сы бар 7 топшасы, тұқымдасы белгілі екен. Мұнда жалпы атаулар көрсетілген: поксивиридая, иридовиридая, виридая деген ол вирустың арнайы несінен, туысынан шыққан атау болып табылады. Келесі, мұнда маңызды емес, бұның барлығы өте мектеп программасында жоқ. Келесі осы вирустардың енді көбеюіне келетін болсақ, жалпы вирустар қалай көбейеді? Олар белгілі бір осы жасушалық ағзаға еніп, яғни жасушаның клеткаларын олар ерітіп, одан өтеді де, жасуша құрамына кіреді. Одан ары қарай олардың қабықтарынан өткеннен кейін жасуша ішіндегі органикалық заттардың барлығымен өздері қоректеніп алады да, одан ары қарай сол жасуша ішінде олар қалай болады? Спора түзіп, немесе өздерінің арнайы жаңа пісіп жетілетін фактарды түзіп, одан ары қарай 20 минутта 100 фактарды пайда еткізе алады екен. Сонан соң, РНК-лы вирустар. РНК-лы вирустар негізінен осы жануарлар, адамдар организмде олардың жалпы 12 тұқымдасы белгілі екен. 12 тұқымдасы, яғни тоже солай, пикорновиридая, парамиксовиридая, калицивиридая, тоговиридая секілді түрлері мұнда көрсетілген. Мұның барлығы мектеп программасына сай келмейді. Міне мұнда көрсетілген осы вирустардың ішінде жай құрылымды аденовирус, естеріңізде сақтаңыздар ма? Аденовирустың құрылысы көрсетілген мұнда. Сыртқы қапшықтары мұнда белгілі, арнайы белгілер де көрсетілген, яғни сыртында тұрған ақ белгілер капсидтер болып табылады. Одан ары қарай фибриноген жіпшелері көрсетілген мұнда. Фибрин жіпшелері арқылы олар көбейіп отырады.
Сосын мында ДНК-сы бар вирустардың рекомбинациясы көрсетілген, иә. Яғни осы рекомбинация деген бұл, яғни осы бір ДНК-лы, яғни ДНК спиралынан екінші бір ДНК спиралына арнайы бір нелерді, азоттық негіздер немесе гендерді көшіру болып табылады рекомбинация деген. Сонан соң бұл рекомбинация процесі бұл арнайы зертханалық жұмыстарда жүргізіледі. Тағы бір айта кететін зат, иә. Бір-біріне қалай комплементарлы нелерді, бір-біріне комплементарлы азоттық негіздер жүйесінде жүргізіп отырады, гендерді солай ауыстырып отырады. Сонан соң так, қазір сіздерге тағы бір слайдты көрсететін боламын. Так, жазушылық. Жалпы мен түсінікті деп ойлаймын. Вирустар генетикасы, олардың құрылымы, құрылысы, олардың қандай гендерден, қандай нелерден тұратындығы, ДНК-лардан тұратындығы, ДНК РНК-дан тұратындығы барлығын толық түсіндірдім деп ойлаймын. Так, демонстрация, экран. Так, мұнда тағы айтылмай кеткен зат. Мұнда нені айтып кетпедім? Все түсінікті. Қараңыздар. Мына суреттерден түсінуге болады жалпы репродукциясы, иә? Бір тізбекті ДНК-лы вирустардың репродукция. Репродукция деген ол не, иә? Екі еселену немесе көбею деген нелермен, терминдермен өте тығыз байланысты болып табылады. Ал енді соның ішінде, яғни бір тізбекті ДНК вирусының репродукциясы көрсетілген мұнда. Ол қалай? Мұнда уже көрсетіліп тұр, міне, қандай көп қырлы вирустардың жасуша ағзасына кіруі, яғни жасушаның қабығынан өтіп, одан қарай қабықшасын ертіп, одан ары қарай өтіп, ішкі организмдеріне барып, одан цитоплазма, ядроларға кіріп, цитоплазма мына жақта, ақ бөлігі, міне ядроға кіріп, одан ары қарай осы көп қырлы вирустың әрі қарай жіпшелері тарала бастайды, жіпшелері таралып, плюс-минус полярлы ДНК-лар пайда бола бастайды. Ол плюс-минус полярлы ДНК-дан 4 не пайда болады? 4 жіпше пайда болады, 4 жіпшенің үшеуі одан ары қарай тіке өзінің көбейтуін жалғастыра береді, одан бір жіпшесі ақпараттық РНК-мен транскрипция процесіне түседі. Транскрипция деген бұл көшірілу немесе көшіріп алу, ақпараттарды өзіне қалай алып алу секілді процестер, яғни жасуша организмдегі бүткіл ақпараттарды алып отыр. Жасуша иелік организмдегі жасушасын. Одан ары қарай осы белоктармен, ақуыздармен қосылып,
мына жақтан уже көп қырлы вирустар, ақуыздар бірге қосылып, одан ары қарай осы жасушаның ішінде көбейіп, осы жасушаның ішінде олар қоректеніп, былайша сөзбен айтқанда, одан ары қарай жасушаның ішінде уже олар тола бастайды да, жасушаны бірден жарып шығады. Одан ары қарай осы тағы да көп қырлы вирустар басқа да жасушаларды зақымдауға көше бастайды екен. Жалпы бүгінгі тақырып ойлаймын сіздерге қызықты және өзекті болды деп. Назарларыңызға рахмет. Егер осы курс, осы сабағым сіздерге бір пайдасын тигізіп жатса, онда мен сіздерге әрқашанда көмектесуге дайынмын және өзімнің курсыма шақырамын. Рахмет барлықтарыңызға.